Сәлем достар, бүгін сіздермен мен осындай керемет дәмді клубничный чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Яғни ең алдымен біз електен өткізілген ұнымызды саламыз және сахарный пудра саламыз. Міндетті түрде сахарный пудраны пайдаланыңыздар. Және бір шай қасық толтырмай разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышын салып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз, бір-біріне біріктіріп. Кейін осы ұнымыздың үстіне сары майымызды пайдаланатын боламыз. Сары май менде тоңазытқыштан шыққан қатты сары май. 60% майларды пайдаланыңыздар пирогтың основасына. Өйткені 72-80% майлар қатты майлы болғандықтан біздің пирогтарымызды бөлгенде сыңғыш, үгітілмелі келетін болады. Ал маргарин бұл пирогтың основасына жарамайды. Мен сияқты осылай кубиктап салып алсаңыздар болады, немесе терканың көмегімен теркаласаңыздар да болады. Оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Ең бастысы, сіздер май мен ұнды араластырған кезде біркелкі майымыз қалып қоймайтындай крошка ретінде жасап алсаңыздар болады. Оған сәл ғана уақыт кетеді. Сондықтан жақсылап майымыз бен ұнымызды қолымызбен езгілеп, крошка дайындап алыңыздар. Сонда ол біздің пирогымыздың тестаның жақсы шығуына осы жерде қатты рөл ойнайды. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап езгілеп крошка дайындап алдым. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа менде бөлме температурасында тұрған жұмыртқа, жылы жұмыртқа және 20-25-15% кез келген қаймақты пайдалансаңыздар болады. 50 грамм, яғни бір үлкен ас қасықпен сметанамызды салып және бір жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. Яғни сонда бізде қамырымызға бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның тек қана сарысы кетті. Енді осыны жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде сондай нәзік, жұмсақ қамыр болып шықты. Егерде қамырыңыз қолыңызға сәл жабысып жатса, сәл ғана ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Бірақ көп сеппеңіздер, онда біздің қамырымыз қаттылау қамыр болып қалады. Енді салафанға салып 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді чизкейгімізді дайындайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға міндетті түрде таразының көмегімен барлығын өлшеп салатын боламыз. Творожный сыр саламыз. Творожный сыр менде крем чиздікі 69%. Сіз кез келген фирманың творожный сырын пайдалансаңыз болады. Және бізге творог қажет болады. Творог менде 5% творог. Сіз кез келген творогты пайдалана берсеңіз болады. Яғни домашний творог болсын, барлық жарай береді. Және қант салатын боламыз. Өлшеп қантымызды салып аламыз. Және ванильді қант салатын боламыз. Ванильді қант немесе ванилин болса, ванилин пайдалана берсеңіз болады. Егер сіздерге ванилин ұнамай жатса, оны қоспасаңыздар да болады. Және бөлме температурасында жылы жұмыртқамыз саламыз. 3 жұмыртқамызды. Менде бірінші санаттық жұмыртқа, үлкен жұмыртқалар. Сіздерде егер кішкентай болса, онда 4 жұмыртқа салсаңыз болады. Және қаймақ саламыз. Магазиннің қаймағы пайдаланыңыздар, 20% қаймақ. Енді клубника вареньясын аламыз. Сіздерге әртүрлі варианттарды айтып кетейін. Варенье болмаған жағдайда кез келген свежий клубника немесе замороженный клубниканы алып, ерітіп, суын ситадан өткізіп қою бөлігін ғана саламыз. Суын төгіп тастаймыз. Немесе кез келген супермаркетте клубничный джем сатады, соны да пайдалансаңыздар болады. Және де клубничный пюре кондитерский магазиндерде, супермаркеттерде сатылады. Пюрені де қолдансаңыздар болады. Менің жағдайымда бұл клубничный вареньясы болды. Түсі қанық болмағандықтан мен пищевой краситель қостым. Енді осы чизкейгіміз көріп тұрғандарыңыздай сұйық болып шығады. Енді менде пирогтың формасына осындай ашық айналмалы форманы қолданамын. Осы фольганың көмегімен астыңғы жағын бітеп алатын боламын. Жан-жағына фольганы осылай жақсылап біріктіріп аламыз. Міндетті түрде осындай форма қолданыңыздар. Сонда сіздерде чизкейкті формасынан ажыратып алу өте оңай болады. 2 қабаттап фольга салатын боламыз.
Енді осының үстіне бағанағы біздің дайындап қойған тестамызды жақсылап жайғастыратын боламыз. Бұл теста бізде 20-24 см чизкейктерге жарайды. Егер де сіздер чизкейгіңіздің қамыры жұқалау болғанын қаласаңыздар, 26 см формаға дейін осы қамырды жасай берсеңіздер болады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағынан бортиктарын жасап аламыз, және де ортаңғы бөлігін барлығын тегістеп қолымызбен әдемі етіп қамырымызды орналастыратын боламыз. Менің формамның биіктігі 8 см, мен ортасына дейін, яғни 4-5 см-ге дейін бортиктарын биік қылып шығарып алдым. Егер де сіздер салмаңызды салып жатқан кезде бортигіңіз биік болып жатқан жағдайда оны төмен қарайта орналастырып жіберсеңіздер болады. Енді клубничный начинкамызды ішіне салып орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай менде биік болып шықты. Соны ақырын қолыңызбен төмен қарай түсіріп жіберсеңіздер болады. Ал егер де алып тастаймын десеңіздер, шетіне қиып алып тастасаңыздар да болады пышақтың көмегімен. Тестамыздың начинкасын сәл жоғары тұру қажет, себебі начинкамыз піскен кезде көтеріледі. 170 градуста 35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Чизкейгіміз пісті. Осылай мінекей жан-жағы қызарып тұр. Енді осыны алып 1,5-2 сағат суытып барып кесеміз. Мінекей біздің чизкейгіміздің ортасы осындай. Өте дәмді чизкейк, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Жанұяларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Бұл чизкейктер өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.